Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 45-ші сабақ санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Суретке қара, боялмаған бөлігін көрсететін үлестерді ата, оларды кему ретімен жаз. Бізде шаршы берілген. Шаршы 25 бөлікке бөлінген. Оның ішінде бірінші шаршыда 6 бөлімі боялмаған, екінші шаршыда 9 бөлімі боялмаған. Енді келесі шаршылардың ішіндегі боялмаған бөліктерін өзіміз табамыз және кему ретімен жазып шығамыз. Мына жерде бізге дайын үлгі көрсетілген және де осы тапсырманы дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Екінші тапсырма. Саяхатшылар бір тәуліктің 1/4 бөлігін пойызда өткізді. Саяхатшылар қанша уақыттарын пойызда өткізді? Бір тәулікте 24 сағат болады. Яғни 24-ті 4-ке бөлеміз. 6 сағат шығады. 4/1 бөлігі. Екінші тапсырма. Саяхатшылар пойызда 6 сағат болды. Бұл барлық жолға кететін уақыттың 4/1 бөлігін құрайды. Саяхатшылар жолда қанша уақыт болды? Бұл жерде көбейту амалымен орындаймыз. Яғни 6-ны 4-ке көбейтеміз. 24 сағат. Барлық жолға кететін уақыты 24 сағат. Үшінші тапсырма. Әр пойыздың жолдағы уақытын анықта. Бірінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың жартысы. Жартысы дегеніміз 2/1. Екінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың 4/1 бөлігі. 4/1. Үшінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жолға кететін уақыттың 10/1. 10/1. Келесі бетте осы тапсырманың дайын үлгісі көрсетілген. Соны дәптерімізге мұқият орындап, жазып, шығарып аламыз. Келесі 4-ші тапсырма. Пойыз барлығы 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4/1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз жолда қанша сағат болды? 36-ны 4-ке бөлеміз. Яғни пойыз 4 сағат жол жүрді. Пойыз барлығы 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4/1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз тағы қанша сағат жүреді? Бұл жерде біз екі амалмен орындаймыз. Бірінші 36-ны 4-ке бөлеміз. 36-ны 4-ке бөлгенде 9. Одан шыққан санды 36-дан ап тастаймыз. Сол кезде біздің қанша уақыт жол жүру керек екеніміз шығады. Яғни 27 сағат жол жүруіміз керек екен. 5-ші тапсырма. Тәуліктің 4/1 бөлігі. Тәуліктің 6/1 бөлігі. Тәуліктің 8/1 бөлігі. Тәуліктің 3/1 бөлігі. Бізде бір тәулікте 24 сағат бар. Яғни 24-ті 4-ке бөлеміз, 6-ға бөлеміз, 8-ге және 3-ке бөлеміз. Екінші тапсырма. 8 бұл қай санның 2/1 бөлігі? Ол үшін 8-ді 2-ге көбейтеміз. 3 бұл қай санның 9/1 бөлігі? 3-ті 9-ға көбейтеміз. 4 бұл қай санның 4/1 бөлігі? 4-ті 4-ке көбейтеміз. 2 бұл қай санның 8/1 бөлігі? 2-ні 8-ге көбейтеміз. Келесі бетте бізде осы тапсырманың дайыны көрсетілген. Осы тапсырманы мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Түсініксіздікпен қарап, көшіріп аламыз. 6-шы тапсырма. Ұзындығы мынадай кесінділер сыз. 20 сантиметрдің 5/1 бөлігі. Яғни 20-ны 5-ке бөлеміз. 4 сантиметр. Әсі 18 сантиметрдің 3/1 бөлігі. 6 сантиметр. 12 сантиметрдің жартысы. Яғни 2/1 бөлігі. 12-ні 2-ге бөлеміз. 6 сантиметр. Есепте. 60
алынған 7 көбейтілген 6 тең болады 18. 32 бөлу 4 қосу 15 23. 234 қосу 36 қосу 9 қосу 26 264. 200 алу 48 бөлу 6 қосу 333 330 522. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.